Баршаңызға сәлем. Бүгін Ballerina cappuccina. не? Жоқ, бұндай емес. Бүгін біз Джон Уик өз жұмыстарын тындырып жүргенде тағы бір бұрышта билеп жүрген балерина дейтін кейіпкермен таныс боламыз. Ал олай болса, әдеттегідей Джон Уиктің фанаттары көріп отырса, тықырлатып лайктарыңды басыңдар. Казвойс, Сайрайда. Эва Маккара дейтін кейіпкер болады. Оның Хавьер дейтін русько-рома өкілі, әрі киллер әкесі және діни ғұрыпты ұстанатын шешесі болады. Күндердің бірінде оларға бір культтің лидері канцлердің ұйымдасқан шабуылы орын алып, күзеттерді ойрандатып үйге кіреді. Үйден бұларды Хавьер күтіп алып, барынша шабуылдың бетін қайтарып, түтін гранаталарын қолданып, олармен тығылыспақ ойнап үлгереді. Хавьер жағдайдың ушыққанын түсініп, қызын дұрыс жерге тығып, "Ал табыңдар" деп тұрғанда сағы сына бастайды. Бір кезде канцлердің өзі кіріп келіп, "Мен сені баламдай көріп жүрсем, сенің істеп жүргенің мынау" деп міндетсіну жырын жырлайды. Артынша Еваның қайда екенін сұрап мәжбүрлейді. Ева саңлау тауып алып, психикасын қазірден бұзып отырады. Канцлер револьверге бір оқ салып, "Өзіңді атсаң қызың тірі қалады, ал мені атсаң қызың да өзің де өлесің" дейтін таңдау береді. Ол өзін атайын деп оқталғанда, қыз қыңқ етіп дыбысын шығарады. Оны пайдалана кетіп, Хавьер бәрін атып тастайды. Алайда біреуінен таяқ жеп жатқанда, Ева қару алып киллерлік есебіне алғашқы адамды қосады. Артынша әкесі екеуі қашып бара жатқанда, ол бомба қойып бәрін жарып тастайды. Қауіпсіз жерге келгенде Хавьер қызына, "Сен мен сияқты болма жарема" деп өле салуды жөн көреді. Арада Ева таш жетім қалады. Өйткені мына әңгімеде канцлер оның шешесі де өлгенін хабарлаған етін. Кейіннен Нью-Йорк континенталінің басшысы Уинстон, "Әке шешең өліп қалды, бірақ оның өсіп өнген кланы тірі. Ұста қолымды, сені мен сол жаққа апарып тастайын" деп оны русько-рома қамқорына ұсынады. Ол директормен танысып, сен ба?" дейді да русько-рома мүшесі атанып, Уинстонның қолынан вексель алады. Енді оның ұстазы Ноги ханыммен таныс боламыз. Ол бұның әкесін славян мифологиясындағы құбыжық екенін түсіндіреді. Қыз оған таңғалып, "Йо, менің әкем сондай болған ба не?" деп отырғанда Ноги, "Жоқ, олай жаман ойлама. Мысалы, мына монетаның екі жағы бар емес па? Бір жағы өлтіреді, бір жағы құтқарады. Бірақ таңдау әрқашан өзіңде" дегенге келтіреді. Қыз дейді да түсінгендей болады. Сөйтіп 12 жылды өткізіп жіберіп, кейіпкерді өсіріп жібереміз. Директор 91-ға жатып алғандай, "Қайтадан" деп қойып, еденге қанмен сурет салғызып, Еваны балерина етіп жаттықтырады. Ол бүгінге осың өзі жетіп қалар дегендей келесін шақыруға кетеді де, ашылып кеткен тырнақтарын санап отырады. Осы жерінде Еваның қайтпас қайсар екенін түртіп жібереміз. Артынша Джон Уик кезінде қандай жаттығулардан өткеніне де бір көз жүгіртіп, кейіпкерге де соның жолын қолатқызамыз. Яғни жекпе-жек шебері мен атыс өнері дегендей. Ногидің айтуы бойынша, қолың жаттыққан болса, бір ғана оқпен әлемді өзгертіп жіберуге болады дейтін сөзіне уайбай деп таңғалып қоюды ұмытпайық. Солай Ева тырнақ сындырып, жамбасқа түсіп, оқ тосып жатып, қабілетін шыңдай түседі. Егер күресте ер адамнан жеңілсе, Ноги шыға келіп, оның күшті екенін мойындай бермей, былай кішкене ауарасын азаптап дегендей бір қулықпен жеңуге болмай ма дейтін читерлік ойын ұстатады. Ева осылай ма деп бір саты жоғары деңгейге өткенін көрсетіп, ауарасын азаптаушылықпен айналысады. Атыста да солай. Бәсе кезінде Джон Уик неге бұл әдісті қолдана береді екен десем, қыздардан тәрбие алған екен ғой. Содан Ева бәрін тындырған соң, көршісі Татьянаның жоқ екенін байқайды. "Директор, сенің балалық шағың осындай болды. Бойыңда кек алу дейтін шөл басылмай, сен тоқтамайсың. Сол қасиет сені алға сүйреп жүр. Ал Таняда ондай қасиет жоқ, сондықтан ол жоқ" деп оның жоқ екенін айтады. Ертең Еваның соңғы емтиханы өтеді. Ол кім бірінші өлтіреді деп аталады екен. Бұл жерде Ева шаршаңдық танытады. Түнге қарай қыздардың барлығы Баба Ягаға, яғни Джон Уиктің 3-ші бөліміндегі Касабланкаға жол тартайын деп жатқан сәтін басқа қырынан тамашалайды. Бұл жерінде Джон Уик русько-ромадан қуылу арқылы өз тірлігін жүзеге асырғысы келген мына видеомнан жақсы білесіңдер. Соны Ева естіп тұрады да, оны жолдан кездестіріп сөйлесіп, "Қалай адам құсап өмір сүруге болады, соны айтып берші" дейтін сұрағын қояды. Джон Уик Казвойс арнасынан "Джон Уик хронологиясы" дейтін видеоны көрші, түсінесің дегендей жауап береді де кетіп қалады. Уақыт өте келе Ева алғашқы тапсырмасын алып, Катла Парк дейтін керемет бір шишканың қызын қорғау керек. Ол үшін Ева -11 дейтін клубтан табылғаны абзал екені айтылады. Көп ұзамай жаман көкелер келе бастайды да, Катла Паркты тұтқындайды. Ева оған тұрып беріп жекпе-жекке түсе кетеді. Оқтары полимер болғандықтан шайқаста ешкім өлмейді. Ауарасы азапталады міндетті түрде. Солай Ева қызды жетектеп бара жатқан басшысына да жетіп, оған балға көтеріп жекпе-жекке түсіп, соңында әйтеуір қызды аман алып шығады. Келген соң арқасына русско-ромский татуын салып алып, 2 айды өткізіп, нағыз киллерлік жұмысына кірісіп, ақшамен қалтасын толтыруға көшеді. Көшеге шыққанда тағы бір порция қырғын көрсетіп, соңғысын есікпен ұрып, қолын сындырып, бетіне балдағада, оның қолынан шигол кезінде жатталып қалған X тыртықты байқайды. Еваның шыңдалғаны соншалық, кәз ғана жол бойында өліп жатқан көтек те, қой құрсын деп қашып кетеді. Айтпесе қайда кетті, осы орында жату керек емес пе еді. Біраздан соң Ева соның қолын шауып әкеп, "Неге айтпайсыңдар, деп әкесін өлтірген осы клан екенін толықтырады. Директор оларға қарсы соғыс
қоштаспай тыныш жүр, бізге тыныштық керек дегенге келтіреді. Ева Нью-Йорк континенталіне келіп, Харунмен амандасып, Уинстонмен жолығып, одан әлгі көтектерді тауып беруін сұрайды. Уинстон ол көтектер секта екені және олар адамдарды бизнес үшін ғана емес, қызығы үшін өлтіретін жауыз қояншықтар екенін айтады да, қоя ғой деп Еваны кері шегіндіруге тырысады. Ева векселін беріп қоймай қояды. Уинстон олардың біреуі Прага отеліне қонақтап жүргенін айтып қалады. Артынша оның Дэниел Пайн екенін анықтап, Еваны ойыншықтарымен бірге Прагаға шығарып салады. Бұл жақта оның басына 2 миллион тігілгені жарияланып, бәрі оны ұңғыда ұстап отырғаны байқалады. Сондықтан Пайн да қапыда қалмай есікке крамерлік әдіспен тапанша тақап қойған екен. Бір кезде Еваның жолынан оның қызы Элла шыға келеді. Артынан Дэниелдің өзі қару кезеп, өзінің қызын керісінше сол оңбағандардан қорғап жүргенін айтады. Аңдып тұрғандар, "Чотамналар дастархан жайып шай ішіп кетті" дегенде хабарын бере бастайды. Осы сәтте Дэниелдің құны 2 есе өсіп, бізге экшн керек деп жаулар крамерлік тұзаққа іліне бастайды. Естеріңде болса, континенталь төрінде кісі өлтіруге болмайды. Алайда мыналар кім бірінші ережені бұзар екен деп аңдып отырғанда, Ева жемтікке бірінші таласқандай болып көріне кетіп, арада Ева кінәлі болып қалады. Енді Ева кінәсін жуып қыздың амандығын тілеуге тура келеді. Ал мына терезелерден оқ өтпейтін болып шығады. Үйтіп Дэниел қызымен қашып құтылады. Ева да лифтта жолығып, өзіне Элла дейтін аманат табады. Сыртқа шыққанда темір жолдың бойында бұларға шабуыл жасалып, барлығы тұтқындалады. Арасында Лена дейтін оң қолы канцлерге Ева жайлы мәлімет жеткізеді. Мына жақта континенталь кереметтері ереже бұзғандарды атып тастайды да Еваны жай ғана Прага континенталынан босатады. Әрі қарай Ева қару дүкеніне барып, векселін көрсетіп, X тыртықтарды табу мақсатында қарулана бастайды. Сөйтіп тұрғанда, сендер біз іздеп жүрсіңдер ғой деме деп өздері де кіріп келеді. Ол сақталып тұрған қарулардың арасынан гранаталар тауып алып, 2-3-еуін тойдырады. Артынан біреуіне граната асатып, есікпен қалқаланады. Ол аз болса столмен қалқалануы тағы бар. Сатушы оларды табу үшін керекті координатын көрсетіп, машинаға отырғызып жол көрсетіп жібереді. Кейіпкер аталған орнынан табыла бергенде оған директор хабарласып, "Сен офигевші, өзіңді ғана ойлап, бүкіл русский романы құртпақшысың ба? Кері орал!" дей бергенде Ева телефонды тастай салады да бір жерге кіріп жылынып алады. Оны аңдыған көз пайда болғандықтан тұрғындар да "Қазір атыс басталады" деп қауіпсіз жерлерін іздей бастайды. Ева алғашқысымен атысып қолын сындырады, мойнын пышақтайды, басынан ұрады, бірақ ештеңе болмайды. Ева "Мынау терминатыма немене бәле" дейді да "Мәсаған" деп ат бастайды. Содан сатушы да оңай адам емес болып шығады. Ева "Былай тұршы" деп басына тәрелкелерді жарып, "Біз болма, жарай ма?" деп тоңазытқышқа қамап тастайды. Оның артынша сатқын полицейлер мен басқа да айуандар келе бастайды. Ева "Ой, бір жалықпайды екенсіңдер осы" деп бәрінің маңдайларына тындым дейтін оқтарын сыйлап береді. Оны аңдып отырған мына тоқылдақ канцлерге Еваның өлмегені жайлы сүйіншісін айтады. Сонда бұл көтек тоқылдақтығын еселей түсіп, дыңылдатып дабыл береді. Бұл ешқандай қар көшкіні емес, жер сілкінісі емес, Еваны жабылып ұстаңдар дейтін белгі. Ева "Так, 1, 2, 3" деп санаудан жаңылып, дәлдеп атудан ширақтық көрсетеді. Алайда Лена кеп қалып, оның русско-ромалық екенін түсініп, тек тұтқындап қана канцлердің алдына жеткізеді. Ол "Сен сияқтылар бұл жаққа жай өмір сүру үшін ғана келеді. Қызда нең бар? Ол менің немерем" дейтін пәк сұрағынан бастайды. Ева мына кездегі сұмдықты айтып қалады. Сонда канцлер Хавьерді өлтіргенін түсініп, Ленаға сол жайында айтып тұрғанда, Ева босап қашып құтылады. Лена оны қуады. Екеуі бір жерге келгенде, Лена оның туған әкпесі болып шыққанын айтады. Лена "Қашып нең бар еді? Бәрібір бізден тәуір болып өспепсің ғой" дейтін әңгімесін бастай бергенде, канцлер екеуі жаурап қалмасын деп жылы лебізін сыйлайды. Нәтижесінде Лена өледі. Ева катана алып ішке кіргендерден шашлық жасап тастайды. Канцлер оның тірі екенін біліп, директормен хабарласып, русско-ромаға соғыс жариялайды. Директор оны сабырға шақырып, түнгі 12-ге дейін мәселені шешіп тастайтынын айтады. Оны қалай шешетінін енді мына кісінің жүрісінен ақ түсініп отырсыңдар деп ойлаймын. Әрине ол Баба-Яга. Енді оның аңшылығына ешкім жағаласпау керек. Егер Джон Уик Еваны өлтірсе, онда тыныш болады. Егер өлтіре алмаса, сигналды күтетін боламыз дегендей. Ева да риза болып, "Базар жоқ, мен өлтіруге сен жұмсаған ба?" дейтін сөздермен атады. Джон "Ева жан, мен сені өлтіргім келсе, осырып тұрып ақ өлтірем. Одан да кетіп қалсай" дегенге келтіреді. Ева онымен қоршау бұзады. Бұл онымен қоршау бұзады. Түбінде Джон оны қыспақ қалады. Ева кек алғысы келетінін айтып түсіндіреді. Джон 12-ге дейін тындыр онда деп оған шанс береді. Мына жақта прожекторлар жанып ойнайды. Ева біреуінің аузына гранатаны скотчтап жарып тастайды. Канцлер Джон Уик оны жібере салғанын түсініп, дабылды күшейте түседі. Ева келгендерді сарайдың ішіне тығып, олардың барлығын конкидің жүзін саптап қырумен болады. Артынша қаруын тартып алып, қалғандарын қырып, қару жарақ қоймасына еніп алады. Канцлер дереу оның көзін құртушыларды жұмсайды. Олардың бірнешеуі минаға жарылып өледі. Қалғандары оны іздеп жүргенде, Ева шыға келіп, "Жаурадыңдар ма жігіттер?" деп от шашқыштан тозағын сыйлап береді. Мына жақта тағы біреу қалыспай сондайдың біреуін алып,
екеуі бір-біріне фаер шоу көрсетуде. Арасында жақындамаңдар, фай болады деп жағаласқандарды күйдіреді де вальстарын орындап от шашу кешін жалғастырады. Мына отморозок аяғы өртеніп жүріп Еваны қуып қанын ішеді. Ева көшеге қашып шығып, қалғандарын үтір нүктесіне дейін файермен айырып тастайды. Бірақ от таусылып қалғандықтан енді мынау келіп қан ішуді жалғастырады. Сонда Ева өрт сөндіру бүркішін алып, су мықты ма, от мықты ма дейтін шайқас ұйымдастырып жібереді. Джон Уик 4 минут қалғанын түсініп, Еваға жәрдем беріп қарсыласын жарып тастайды. Оны естіген жазық Джонды тауып келіп, алдына келіп үйіліп өлетін әдетіне басады. Сол уақытта канцлер Элланы алып қашуға тырысады. Оны жолдан Ева күтіп алады. Канцлер сыртқа шығып, сен бұл жолды таңдаған жоқсың. Тағдыр сенің осындай болғаныңды қалайды. Өлетін уақытың келме? Дейді де өліп қалады. Ева Эллаға қол ұшын созады. Джон Уик болды ма, бітті ма деп канцлердің өлгенін директорге хабарлап, өзі 4-ші фильмнің студиясын іздеп кетеді. Мына жақта Дэниелдің тірі екені анықталады. Ева оны көріп мәз болады. Ева Уинстонмен кездеседі. Ол жыланның басын шапсаң денесі жыбырлап жатады. Білесің ба, ана ауылда каналдың жағасында шомылып жүргенде байқамаппен дейтіндей әңгіме айтады. Бұл дегенің енді Еваның аты әлі жамалмағанын білдіретіні мәлім болып, оның басына 5 миллион тігіліп жатады. Оны көріп Ева, ал келсеңдерші бері деп дайындалатын болады.